Сәлем қыз-келіншектер, бүгін біз сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан салат дайындайтын боламыз. Салатты дайындамас бұрын менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: колбаса, сыр, горох, помидор, огурцы және салатный лист және чечил сыры қажет болады. Ең бірінші колбасамызды осылай турауламыз. Осындай етіп турауламыз. Турап барлығын бір ыдысқа салып отырамыз. Қатты ұсақ қылып турамаймыз. Төрт-бұрышты етіп, болмаса ұзынша етіп тураларымызға болады. Сырымызды осылай етіп, төрт-бұрышты етіп тураймыз. Огурцемізді осылай үш-бұрышты етіп, кішілеу қылып тураймыз. Бір көлемде, барлығы бірдей көлемде болуы қажет. Бұл салатты жасау өте оңай, ештеңе пісірудің қажеті жоқ. Кез келген дастарханның сәнін келтіретіні анық. Негізі чили қызанағын қолдануға болады. Помидорларымызды осылай төрт-бұрышты етіп тураймыз. Бар жоғы 10-15 минутта дайын болады. Және горошкымызды саламыз. Және салатный листімізді турамай осылай қолымызбен бөліп шығамыз. Осы әдемірек көрінеді. Екі қасық майонез саламыз. Майонезімізді салып болғаннан кейін біркелкі қылып араластырамыз. Бұған майонез көп салудың қажеті жоқ. Қызар енді соңғы сәтсі сырымызды былай бетіне әдемілеп қоямыз. Қыздар, міне біздің салатымыз дайын. Өте әдемі. Жасалу жолы оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойуды ұмытпаңыздар.